Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз қазақтың сүйікті тағамдарының бірі, тәттілерінің бірі десе де болады, бауырсақты үйде дайындайтын боламыз. Бұл ерекше дәмді тағам ата-бабаларымыздың дастарханынан үзілмей келе жатқан ұлттық мұраларымыздың бірі десе де болады. Қанша грамм қостым, қанша ұн кетті, қанша ингредиенттер кетті, оның бәрі описанияда тұр. Қыздар, мінекей қамырымыз дайын болды. Осылай жұмсақ қамыр елеп, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоясыз. Қамыры көтерілді, өте жұмсақ, сондай. Жалпы қалаған пішінде жасасаңыздар болады. Бауырсақты мен негізі қонақтарға домалақ қылғанды ұнатамын. Қонақтардың көңілінен шығатын дәмді бауырсағымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.